Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте қарапайым рецептпен кәрістің дәмді пигоди тағамын дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, үстіне 1,5 шай қасық тұзымызды және де 1,5 шай қасық ашытқымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, жылы суымызбен қамырымызды илеп аламыз. Қажетті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кетемін. Қамырымыз осылай біріккеннен кейін 5 минуттай осылай қайтарып илеп аламыз да, бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қалдырасыздар. Қамырымыздың бетін жауып қойдық, салмасын дайындауға кірісеміз. Етімізді, фаршымызды, капустамызды жақсылап қосып, қуырып аламыз. 1,5 шай қасық қара бұрыш және де 1,5 шай қасық тұз қосамыз. Қамырымыз осылай көтеріледі. Бірінші дөңгелекше осылай жасап орналастырамыз тақтайшамызға. Дөңгелекше жасап алғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қалдырасыздар. 15 минуттан кейін алып, қамырымызды қолмен жайып, салмасын қалауларыңызға қарай саласыздар. Осылай екі жағынан алып отырып, пигодиімізді бекітеміз. Ашылып кетпейді. Осылай екі жағынан алып отырып бекітеміз. Қалауларыңызға қарай түйсеңіздер болады, бірақ осы ең оңай әдісі. Қамырларымызды түйіп алғаннан кейін осылай орналастырып шығамыз. Арасын алшақтау етіп 45 минутта дайын болады. Ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.